беретін сабағымыз сіздермен яғни натюрморт хақында. Өздеріңіз жақсы білесіздер, суретлеу өнерінің жанрлары көп, иә? Солардың ішінде натюрморт жанры өз алдына ие жанрлардың бірі болып есептеледі. Натюрморт жанры француз тілінен алынған болып, яғни жансыз табиғат деген мағынасы аңлатады. Натюрморт пикарынан әртүрлі мүйелерден, хайуанаттардан түзілген натюрмортларды кітаптардан көрсетіп болады. Енді бүгінгі күнге келіп, яғни бұл натюрморттың жаңа басқыштар ойып жатыпты. Олардың ішінде оқу құралдарынан түзілген натюрморт болуы мүмкін, құрылыс бұйымдарынан, яғни құрылыста кетіп жатқан әртүрлі объектілердің алып баратын архитектуралық қағаздары, олардың аспап үскірелерінен түзілгенде натюрмортты ұшыратсаңыз болады. Көптеген художниклеріміз бұл бойынша жұмыс алып барған, соларды айтатын болсақ, Жолыбай аға Зентайм академия. Білесіздер, сіздерге белгілі келі сап картинасын көргенімізде, әмеміз артқы графировкасында сол мәлілікті, құрақты натюрморт жанрында көптеген істеген жас художниклеріміз бар. Тимур ағамыз бар, Сулайманов, қазір сіздердің сол мұғаліміміз. Онда сол натюрморт темасында істеген жұмысын көрсеңіз болады. Мына жұмыста да сол Тимур Сулаймановқа тиісті натюрморт жанрында. Одан кейін сол Азия Судайбергенов кейін істеп отырған ағаларша натюрморт бойынша көптеген картиналар төрткен. Сіздер 10-шы класс болғандықтан натюрморт бүгінгі қойылған постановкамыз үйдегі тұрмыстық пайдаланып жүрген шәйнегіміз, жүзелеріміз. Бұл жерде енді жүзімді де сіздерге апайластырып қоюға әрекет еттік. Үлкен көлемдегі, мәселен, затымыз қайсысы бұл жерде? Кім айтады? Сол үзе. Одан кейінгі екінші недегі өлшеуден кейін бар, мына алдымызда алмаларды деп біз басқышқа біреу-біреуіне салыстырған алда қағазға дұрыс жайғастырылады. Қағазға дұрыс жайғастырылып, оның қалемде соғып болғаннан кейін бар ремге өтсек болады. Өзімнің іліми темамда да сондай болды, яғни магистратура басқышында натюрморт композициясын орындау барысында болашақ суретлеу өнері оқытушылардың кәсіптік бәйтеректерін қалыптастыру деген үлкен теманы сол іліми жұмыста алып бардым. 2 жыл давамында магистратура басқышында натюрморт жанры сол реализмді қабыл ететін художниклердің көпшілігі сол натюрморт жанрында бірінші картиналарын істеп бастаған.